Сәлем достар, сендермен бірге мен Тоғжан. Және де бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің ескі бұрынғы суреттерімді көрсететін боламын. Мен негізі мүлдем басқа видео түсірейін дегенмін, бірақ бірдеңе дұрыс шыққан жоқ, как всегда. Және де бүгінгі видеода мен өзімнің бұрынғы суреттерімді көрсететін боламын. Бірақ бұл видеода қызықты болады деп ойдамын сіздерге, себебі мен өте көп суреттерімді тауып алдым бұрынғы, және де қазір сіздерге көрсететін боламын. Қысқасы мен осыншама суреттерімді тауып алдым. Өте қызықты болады қазір көрген. Және де мен өзімнің ең ескі суреттерімнен бастағым келеді. Бұл менің сурет альбомым 4-ші класстағы, және де қазір көрейік. Мұнда осындай принцесса, Белла, солай сияқты. Әрбір қызда осындай альбом болды. Және де ашып көрейік. Ой, жарайды, сыртын алып тастайық. Және де бірінші мен көріп тұрған сурет осындай ағаштар. Көрініп тұр ма сіздерге? Осындай ағаштар қара түсті. Да ладно. Және де алыстан сайын олар бледный бола бастайды, ашықтау бола бастайды. Және де маған бұл суретке 5 қойыпты тіпті. Және де осындай сурет. Екінші сурет осындай табиғат, дала. Міне дала деп жаз қойыппын жерге. Осындай ағаштар. Осындай өте жеңіл. Маған ұнайды. Нормально. Және де осындай сурет. Қараңыздар, мына қолдарға өте қорқынышты. Так, мұнда мен денсаулық таяқшасымын. Менің адамдарға бақыт өмір сыйлағым келеді деп жазылып тұр. Осындай сиқырлы таяқша салдым. Бұл даже сурет емес, осындай оюлар, енді осындай композиция. Ал келесі сурет осындай қыз. Міне балалар ойнап жүр. Және бұл суретке маған 5 қойды тағда. Осындай сурет. Мына қыздың түрі өте қорқынышты. Осындай. Және келесі сурет. Осындай сурет. Мұнда қазақ көйлек салынған, және де мұнда сәукеле салынған. Келесі сурет осындай. Ұстаз бен оқушы деп тұр. Көрулеріңізге болады. Түріне қараңыздар, мына апайдың. Мына қыздың түріне қараңыздар, не ай, прикол. Және де осындай сурет менің ауылым дейді. Меніңше өте әдемі сурет. Вообще-то өте күшті. 4-ші класс оқушысына, менің ойымша. Осындай чебурашка салпын. Өте әдемі деп ойлаймын. Осындай. Емен артында осындай қыз теннис ойнап тұрған. Көздеріне қараңыздар, шыны немене өте қорқынышты, енді күліп тұр. Өте қорқынышты түрі. Бұлай нормально, меніңше. Келесі сурет ағаштар дейді. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай өте қою, мұнда өте бледный. Мен білмеймін бұл сөздің қазақшасын. Және мұнда осындай сурет. Біздің сынып дейді. Меніңше өте күшті сурет. Өте ұқсас салпын кабинетке, біздің кабинетке. Және мұнда мұғалім отыр. Мен де тіпті әдемі осындай рамка салып қойыппын. Маған өте ұнайды бұл сурет. Және де осындай табиғат тағы да. Оған да 5 қойыпты маған. Келесі сурет осындай спорттағы теннис ойнап жатқан
спортшылар осындай көйлеріңізге болады. Маған 5 қойды. Және де осындай сурет бар екен. Аквариумда балықтар жүзіп жүр. Бұл суретке де 5 қойды. Келесі сурет осындай ваза. Және де онда гүлдер әртүрлі. Бұл суретке маған -5 қойыпты. Жаңа баға. Меніңше өте нормально, в принципе. Білмеймін неге маған -5 қойды. Тек мұнда көлеңке салса жақсы болар еді. Нормально, в принципе. Және мен тағы да осындай гүлдер салыппын, ваза. Тек осындай қызғалдақтармен. Вот мұнда уже мен көлеңке салдым. Өте әдемі ваза, гүлдер өте әдемі. Ана суреттен қарағанда әдемірек деп ойлаймын. Бұл жерде 9 мамырға қарсы салған болатынмын. Мұнда әртүрлі көрлеріңізге болады. Келесі сурет осындай гүлдер. Мына қағазбен қиып тастаппын, білмеймін неге. Және бұл суретке маған 5 қойыпты. Но немене вообще? Қараңыздар мына принцессалардың түріне. Вот мынау Рапунцель, мынау Бель. Және де болды, бұл бірінші альбом болатын. Және мен қазір қарадым, қанша мен түсіріп жатырмын бұл видеоны. Мен уже бұл видеоны 12 мен түсіріп жатырмын, ал мен бір-ақ альбом ғана қарадым. Сондықтан, давайте тағы бір альбом қарайық. Және де басқа суреттерді келесі видеоларда көрсететін боламын. Бұл, кажется, 6 класстағы, есімде жоқ, 6 класс сияқты бұл суреттер. Давайте көрейік үшін. Және ең бірінші осындай просто домалақ, сфера. Осындай сурет штрихпен салынған. Келесі сурет осындай күз. Өте күшті салынған деп ойлаймын. Мұнда акварельмен бәрі, мұнда адамдар тіпті салғанмын отырған. Қараңыздар шпылағаны. Және мұнда өте көңілді адам. Меніңше өте әдемі сурет. Маған өте қатты ұнайды. Өте күшті. Келесі сурет осындай жайлау. Солай ойлаймын. Жайлау. Мұнда тоже өте күшті сурет. Мұнда... Короче, комментарий айтпай қойын. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осындай сурет. Бұл суретте мен космос салайын дегенмін, бірақ бұл суретті аяқтамаппын. Тоже нормально өте деп ойлаймын. Егер аяқтаса, мүмкін әдемі шығушы еді. Келесі мұнда просто гүл, және сыртында рамка осындай. Келесі осындай қыз домбыра ойнап жатқан. Өте бір түрлі, және неге қыз мына жер ұстап тұр домбыраны, вроде мына жер ұстау керек домбыраны. Және өте қызық ойнап тұр, өте қызық отыр. Короче, бір түрлі өте. Осындай сурет. Келесі бізде осындай натюрморт. Осындай жемістер. Көріп тұрғандарыңыздай. Штрих арқылы орындалған. Келесі сурет осындай жаңа жылдық сурет. Өте күшті, өте яркий сурет. Мұнда шырша, әртүрлі детальдар көп. Мұнда нәскелер тұр, от жанып тұр. Мұнда өте уютно деуге болады. Артта тіпті қараңыздар. Сал қойып мұндай аязата шпе жатыр бұғылармен. Және артта тіпті фон салыппын. Мұнда ай, шырша, гүл, тіпті мұнда мишура, бәрі өте күшті. Маған өте қатты ұнайды бұл сурет. Мұнда мен әртүрлі би түрлерін салған болатынмын. Мұнда қазақ биі, балерина. Мына қыздың аяғымен не болған, өте ұзын және де жіңішке. Мұнда какой-то қыз, типа флешмоб, білмеймін, хип-хоп, білмеймін. Және мұнда испанский би.
Келесі сурет осындай. Мен білмеймін қалай мына баланың басы бұрылып тұр. Қалай жатыр сонда ол? Былай жатыр. Мен білмеймін қалай жатыр мына бала. Өте бір түрлі. Және саусақтарға қараңыздар шына. Өте күлкілі. Және вообще бетіне қараңыздар. Мынау неме мынау? Мұрын өте бір түрлі салынған. Келесі сурет осындай. Ой. Осындай жайлау тағы да. Аттар. Ат міне. Оның құлыны. Менде осындай табиғат. Және бұл осындай 9 мамырға қарсы салынған сурет. Менің ойымша өте әдемі. Және мұнда осындай 8 наурызға қарсы салынған сурет. Неге бұл қыздың беті дәу, ал оның қолдары өте кішкентай? Жарайды. Не, көріңіз болады. Келесі сурет осындай. Көктем, міне қар еріп жатыр, су ағып жатыр, міне ағаштар бүршік атып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай. Міне. Келесі сурет 1 мамырға қарсы салынған. Мен не айтамын болды. Не осындай сурет түрлі мемлекеттердің туын салған болатынмын. Осындай. Және болды. Міне менің суреттерім аяқталған болатын. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Және сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайк басып кетулеріңізге болады, және каналға жазып кетіңіздер. Мен әр жазылған адамға өте қатты қуанышты боламын. Ондайше мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.